Армысыздар, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде кезекті эпизод, распаковка және тест. Бүгін бізде қызықты гаджет. Осы 2020 жылғы шыққан модель, жаңадан шыққан, және бұл өзгеше бір марка, бәрімізге әйгілі болғанмен бұл маркада күнде әркімнің қолынан көре бермейміз. Бұл Google Pixel 4a. Құрметті достар, Pixel 4a қолымызға келді. Осы телефонды бізге обзорға және бірінші өзіміздің сезімімізді, реакциямызды берген үшін Артем Касымов ағамызға алғысымызды білдіреміз. Сонымен, қорабы мынандай сүйкімді болып келеді. Бәрімізге күнде көрінетін Google эмблемасымен. Жалпы қалыңдығы осындай болып келеді. Коробкасы ауыр және мықты коробкадан жасалынған деп ойлаймын. Міне ашқан кезде бізде бұл телефон бізде қара түсті болып келеді. Телефонмен бірге бізде астында зарядкасы келеді, по-моему, бірақ зарядкасы бізде, по-моему, бағана тастап кеттім деді. Енді құрметті достар, бұл телефонды мен өзім ұзақ қолданған жоқпын, әлі де қолданбаймын да. Бұл обзор бізде тек қана бірінші реакция, жалпы параметрлер және біздің өзіміздің түйген ойымыз. Енді қараңыздар достар, қолға ұстаған кезде телефон бізде көлемі әдемі деп ойлаймын. Тым үлкен емес, тым кішкентай емес. Қолға ұстаған кезде міне бір қолмен былай, мына жаққа қарай бүйтсең, почти жетеден саусағың. Енді керемет, менің ойымша өте жақсы жасалынған. Сыртқы корпусына әңгіме тиек болсақ, бізде шыны Corning Gorilla Glass 3 мықты материалдан жасалынған. Десек те ең мықтылардың бірі емес, бірақ мен ойымша жеткілікті. Бұл телефонды басқа телефондардан айыратын бір тұсы, ол бүкіл рамасы және артқы панелі пластиктен жасалынған. Мұнда ешқандай шыныны немесе металды көрмейсіздер. Алюминий деген нәрсе жоқ, пластиктен жасалынған. Құрметті достар, соның арқасында, барлығы пластик болғанның арқасында бұл телефон өте жеңіл. Міне сезім бойынша да, саны бойынша да 143 грамм. Бұл әрине плюс, өте үлкен плюс. Десек те, құрметті достар, ой, пластик екен ғой деп видеоны өшіріп тастауға асықпаңыз. Сапасы өте жоғарғы дәрежеде. Міне ұстаған кезде де тактильный біздің сезімдерімізге де өте әдемі. Және краш тесттердің көрсеңіздер болады. Біз бұған жасай алмаймыз. Краш тест біздің телефон емес. Сапасы өте жоғары деп айтады. Оған мен в принципе сенем. Телефонды былай ұстаған өзінде мықты екені сезіліп тұрады. Құрметті достар, біздің қолымызда телефон қара түсті. Бұл телефон тек қара түсте болып шығады. Мен ойлаймын, бұл дұрыс деп, адам басын ауыртпайды. Көк түс, сары түс, алтын түс деп, тек қана бір түсте, қара, практичный түсте. Так, жалпы корпусы туралы аяқтадық деп есептейік. Артын айтып кететін болсақ, артында бізде мынандай камера орналасқан. Камераның шығып тұрғаны қатты не емес, қатты шошайып тұрған жоқ артында. Кейбір телефондар бар бізде, Қытайдың телефондары қатты шошайып тұрады. Бұл жерде айтпақшыдай, Қытайдың телефондар секілді 3 немесе 4 камера емес, бірақ камера орналасқан, бірақ соның өзіне қарамастан оцифровканың арқасында, жақсы обработканың арқасында жақсы бізде суреттер шығады. Оны біз әлі де айтып кетеміз алдыда. Ары қарай кеттік. Процессор жайлы және жады туралы және коммуникациялар туралы айтып кетейік. Google компаниясы бұл телефонға орта өнімді чипсетті орналастырған. Оперативтік жады 6 гигабайт, өте жеткілікті деп ойлаймын. Ал негізгі ішкі жады 128 гигабайт. Коммуникацияға келетін болсақ, құрметті достар, Google компаниясына рахмет. Бізге 3,5 мм аудио джекті сақтап қойды. Білесіздер, қазір көп телефондар Type-C-ге немесе басқа порттарға ауысып жатыр. Ал Google компаниясы 3,5 мм барлығымызда бар, қарапайым болсын, мықты болсын, наушниктердің шнурын қосуға бұл аудио джекті сақтап қойған.
Ары қарай кеттік достар. Қуаттау порты бізде Type-C. Бұған таңғаларлық ештеңке жоқ. Қуаттау жайлы сөйлесетін болсақ, батарейкасы 3000 мАч сағатынан сәл ғана астам. Бұл не деген сөз? Бұл телефонды бір күннен астам қолданам деп ойламасаңыздар болады. Бір күнге смело жетеді. Тағы да айта кететін жайт, бұл телефонды жылдам қуаттау мүмкіндігі өте мықты емес. Блок питания бізде 18 ватт қана болып келеді. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, Қытайдың телефондары 30 ваттық блок питаниемен келеді. Сондықтан да Google Pixel телефонын тез қуаттаймын деп ойламасаңыздар болады. Құрметті достар, енді ең маңызды және қызықты функцияға келейік, ол камера. Әрине камера. Алдында айтып өткендей, бізде бір камера, вспышкамен артына орналасқан, ол негізгі камера және фронталды камера экранға кесіліп қойылған. Бұл камерада оптикалық стабилизация бар. Google камера деп аталатын технологияның арқасында түсірілген суретті лезде өңдеп, әдемі қылып шығарып береді. Бірақ бұл камера 4К 60 кадр секундына видео түсіре алмайды, өкінішке орай. Достар, міне біз старт-тегізіп локациямызды ауыстырып жібердік, бірақ жолымызды ары қарай жалғастырамыз. Жалпы параметрлерді, сандарын біз айтып кеттік. Енді жалпы тесттің өзіне кірейік. Бірінші үшінші құлап көреміз, сосын барып камерасын көреміз, сосын тағы да бізде сіздерге арналған бір бонус бар. Бірінші рет осы телефонды ұстаған кезде қасымыздағы командадағы адамдардың айтқаны, кнопкасының басылуы бір как будто ескі бір Nokia-ны басып отырғандай болады екен. Шынында кнопкалардың басылуы қатты, естіп тұрған шығарсыздар деген звуктарды, осыны дыбысты шығарады. Сосын мен бір түсінбегенім, мынау кнопканы неге ақ қылып жасап қойғанын түсінбедім. Бізде блокировка жасайтын кнопканың неге ақ екенін десек те, мен байқауымша тек қана ақ болып келеді бұл. Оның мағынасын шыны керек түсінбедім. Бізде блокировкадан шығару жолдары бірнеше, әрине код жасау, немесе графический сызу, және артында бізде таусақтың танылуы, распознавание отпечаток пальца бар. Енді бұл датчикті көрген кезде маған ескі арзандау келген Қытайдың телефондары есіме түсті. Google-да осы ыңғайлы деп шешкен екен. Мысалға, менің телефонымда Redmi 9S-те отпечаток пальца мынау блокировка жасайтын кнопкаға көшіп кеткен. Оның алдында Huawei болған кезде прям экранның үстінде етін. Маған сол өте қатты ұнады, бірақ Google неге екенін артына қойып қойған. Мен ойымша кішкене старомодный деп ойлаймын бұл осы жағы. Ары қарай кеттік. Дизайн әрине өте мықты. Бұнда экран OLED болғандықтан разрешениесі өте мықты, көзге жағымды. Басқа телефондардан әрине өзгешелеу дизайндары. Бұлай үстіге қарай не алсаң, бізде меню ашылады. Менюда әрине Google-дың бүкіл продукттерінің бәрі бар. Біз бетейік қазір камераның қаншалықты тез қосылатындығын көрейікші. Камера өте жылдам қосылады. Камераның ішіне функцияларға келетін болсақ, камераны қосқан кезде сізге 3 таңдау беріледі. Замедленный, обычный, ускорение. Замедлениеге кіретін болсаңыз 1.8 X немесе 1.4 екі түрлі. Еще күшті бір несі бар екен, қараңыздар. 1.8 немесе 1.4-ті басқан кезде үстіне подсказка береді. Для спорта, для быстрых активностей деп. Обычный болса ол енді обычная съемка. Ал ускорение келген кезде бізге таймлапс түсіруге мүмкіндік беретін функциялар бар. Ол 1x, 5 есе, 10 есе, 30 есе және 120 есе. Бұл жерде де әрқайсысын басқан кезде подсказкалар шығарып тұрады. Для закатов, для быстрых движений деген секілді подсказкалар шығарып тұрады екен. Керемет, бұл жағы өте қатты ұнады. Так, камера. Камера бізде зум 1x және 2x болып келеді. 2x мен түсінгенім бойынша бұл картинаны кеспейді. Яғни бұл оптический зум. Жарайды. Портретная съемка және түнгі съемка. Ал достар, бағана айтқан бонусы естеріңізде ме? Ондай болса бізде осы компания, Google шығарған компанияның өзіне арналған, яғни тек қана осы компания осы телефон үшін шығарған, яғни басқа телефонға әрине қолдануға болады, бірақ осы телефон үшін шығарған бізде
наушник бар. Сымсыз наушник. Міне, мынандай қорапта келеді. Өзінің кейсі әп-әдемі, пластиктен жасалынған, ақ түсті. Бір жұмыртқа секілді болып келеді. Так, оп, мындай әп-әдемі әппақ жарықтар жанады мына жерінде. Міне мынандай екі құлаққап бар. Былай жауып қоямыз. Бұл да Type-C арқылы қуатталады бізде. Енді телефонды алып, біз наушниктерді тағып көрейік. Так. Бұның бір кереметі, ешқандай кнопка жоқ мұнда. Мұнда да ешқандай кнопка жоқ. Жоқ, бір кнопка бар екен. Жалғану үшін арналған кнопка болып айтпақшы. Біз бүйтеміз қазір. Оны ашамыз. Pixel Buds ұмыту дейміз, өйткені бұның алдында болды бізде. Разрешить, добавить. Без проблем қосылды. 1 секундтың ішінде. Енді біз бұны оң жағымызға саламыз. Мына жаққа саламыз. Все, қосылды тұр. Неужели? Мынада бар. Мынада да мынандай екен. Ой, құлақтың әртүрлі бар ғой. Өзің құлағыңа байланысты подушкасын ауыстырып аласың ғой. Осылай дауыс шығара береді екенсің. Жарайды. Музыка қойып көрейік. Музыка бар ма? Естіп тұрған жоқпын. Play. Пауза. Play. Play. Жай қоям қазір. Жай қойдым. Достар, қысқаша жаңалық. Осы Pixel телефоны электронды сим-картаны поддерживать етеді. Дәл қазір бізге телефонның егесі звондап, сол электронды сим-картаны қосқан туралы қуанып хабарлап жатыр. Сондықтан сіздерде де сондай телефон болса, өздеріңіздің операторыңызға хабарласып қосып алсаңыздар болады. Бұл өте ыңғайлы. Екінші жаңалық, менің досым Данияр Мұханов осы телефонды 2 ай бойы сатып алып, қолданып жүр. Сол туралы өзінің тәжірибесін видеоға түсіріп, каналына салды. Сондықтан да егер қызық болса, төмендегі сілтеме бойынша Даниярдың YouTube арнасына өтіп, сол видеоны толығырақ қарасаңыздар болады. Сәттілік. Міне, құрметті достар, наушникке келетін болсақ, өздеріңіз көрдіңіздер, сенсор өте қатты жұмыс істейді, телефонға қосылу өте тез, дыбысының сапасы жоғары. Енді не дейміз? Google компаниясына рахмет, осындай керемет құлаққап шығарған үшін. Так, окей. В принципе, наушник бонус болған осы. Енді достар, қорытынды айтып кетейік. Дәл қазір осы телефонды сіздер қазақстандық магазиндерде таба алмайсыз. Ол әлі жаппай бізге алып келіп жатқан жоқ. Өзі 2020 жыл шыққан модель, екінші жартысында жаңадан шыққан модель. Бірақ егер ақштан тапсырыс берем десеңіз, өзінің жолдары бар. 20 күннің ішінде сізге алып келіп береді. Қазақстанның теңгесіне шаққан кезде орта шамамен бір 160 мың, 150 мың, 160 мың теңгеге айналады осы телефон алып келуімен бірге. Не деп айтамыз? Егер де қазіргі қытайлық телефондар мен американдық, мысалға Apple немесе басқа оңтүстік кореялық телефондармен салыстыратын болсақ, тым арзан деп айта алмайсың. Яғни бюджетный деп айта алмайсың. 100 мыңнан төмен телефондар бізде қазір көп. Осыдан сапасы ешқандай қалмайтын. Бірақ тым қымбат емес. iPhone mini'дің өзі бізде 200 мыңнан жоғары тұрады. Бірақ бұл телефонды сіз ұстаған кезде эксклюзив телефон ұстап жүргеніңіз белгілі болады. Қолыңыздағы телефонға елдердің көзі түседі деген ойдамын. Және бағасы да тиімді, яғни тым қымбат емес деп ойлаймын. Осы бағаға сіз алатын функциялар өзіне достойны деп ойлаймын. Көлемі қолға сыйымды, өте әдемі жасалынған. Сондықтан да, құрметті достар, егер елдің бәрі алып жатқан Қытайдың телефонын алғыңыз келмесе, болмаса тоже елдің бәрі алып жатқан Apple компаниясының iPhone алғыңыз келмесе, Pixel, Google'дың шығарған Pixel 4a моделін
қарастыруға ұсыныс беремін. Мен өзім де алуға ойлап отырмын, алуды. Осы егер де алып жатсам, қалай заказ бергенімді сіздерге көрсететін боламын. Сондықтан да егер бөлек елде жоқ телефонды алғыңыз келсеңіз, осы телефонды алсаңыз болады. Өйткені сапасы баяғы осының алдындағы модельдерден қарағанда өте алға ілгері дамып кеткен, бағасы да тиімді және дизайны өте әдемі. Сондықтан да, құрметті достар, бүгінге шоу осы. Телефонды берген спонсорға өте үлкен рахмет айтамыз. Сөзге тиек ететін болсақ, егер де сізде қызықты телефон болса, немесе сіз телефон, немесе гаджеттер сататын магазиннің егесі, немесе таныстарыңыз болса, біз өзімізге осындай партнерларды іздейміз. Бізге төмендегі жазылған почта арқылы немесе телефон арқылы хабарласыңыздар. Бірге қызықты контент, қазақ тіліндегі контентті шығарайық. Біздің ұсынысымыз осы. Ал сіздерге аяғына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі шоуларда жүздескенше сау болыңыздар.